Assalamu alaikum. Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман таңыңыздар менен биз Ош шаарындагы Жапалакуноо базарынан адаттагыдай эле өзүбүздүн сиздер көнүп калган видео чыгарылыштарыбызды сиздерге таркылайбыз. Бүгүн 17 октябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Жол четинде унааларды тарта кетемин бул видеодо. О кызыл матчтан баштай берели анда. Бат эле. 2009 Өзбекстан жөнөкөй эле комплектация окшойт, жөнөкөй эле комплектация экен. Пробеги 156 000 километр. Дөңгөлөктөр төртөө тең кышкы, протекторлору жакшы абалда. Айтылыш баасы 180 000 сом болду. Чико. Коробка механика 121 000 сом. Тарагын көрсөтөлү. Россиянын номеринде турбайбы? Учеттон чыгарылган эмес, Россиянын номеринде. Бул жерде Opel Vectra Universal. 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 200 000 сом. Коробка механика. Машина Кейч канал. Кайсы? Opel'de майлы тартпабыз. Opel Astra ушул жакта бар экен. Кагазыңыз бар экен, бар экен, жакшы. $1997, 140 000 сом. Не, мурда 120 000 деген кез кичине көтөрдүңүз сиз дагы машинанын баасын. Неге алмашуу жолу бар? Тикогобу? Дэу Тикого алмашуу жолдор бар экен. Жакшы. Hyundai Starex жүргүнчү ташуучу. 2001 кыймылдаткычтын көлөмү 2.7, айтылыш баасы 400 000 сом. Opel Vectra 1992 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 60 000 сом деп турат. Жакшы эле. 70 000 экен да. ВАЗ 2107. Ушунда баасы чекеден такталып, жазылып турса, мен деле чекеден тарта берем. 2004, 70 000 сом. Пауза басып шашылбай терип алсаңар деле боло берет. Номерин эгер кызыксаңыздар ушул унага. Канча болуп атат? 60 000 сом. 1990. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Люк бар. Болду. Баптыр мейли. Сизден бул дагы? Канча деп атасыз? 80 000. 1996. 80 000 сом. Коробка механика экен, салону. Эми жол четинде көбүнчө ушундай бюджеттүү унаалар эле. Анан видеону үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр, себеби жолдун четинде негизги базардагы катардан көрө
Басы арзандырақ сатылады. 1993 жылы шығарылған Opel Astra қайрылалы. Бұлдағы 70 000 сом деп жазылып тұрады. Қаласында. Audi 80. Audi 80-ді қанша деп отасыз? 100 000. 1990. Қимылдатқыш көлемі 1.6. Люк бар екен. Өзінің бая туылған дистерінде дөңгелектері. Кетерелі. Чико. $1997. 75 000 сом. Коробка автомат. Matiz 2. Корея. Жылы шығарылған 130 000 сом. Opel'дер ғой жалаң. Да бір Opel Vectra. Бұның ішіне авал жақшырақ екен. 1991, қимылдатқыш көлемі 1.6, 180 000 сом. 4 дөңгелек өтен мынакей жаңғыдайлы болып тұрады, жайқы протекторлары жақсы авалда. Жолдың қарама-қаршы жағына өттік, тарауына. Ушул уналар тұрады. Opel, Volkswagen Passat B3 Universal 1991. Есінің байланыш номері жақшы көрінбей атады. 709 18 29 екен. Еңкейіп көрдік. 160 000 сом. Бұнандай уналар араларында тырыс-тырыс тұрып қалып атады кейбіркелер. Ошоға жақсы кадр шықпай қалышы мүмкін. Deo Lanos Украина сборка. 2008 гидравлика бар екен. Басы 115 000 сом. Қырғызстан номерінде екен. Бұл жерде алмашу жолда бар оқшайды. Көрсетіп қойайын. Кім іздеп отса. Mercedes-Benz Vito 2002. ВАЗ 2107. $2006. 80 000 сом. Көріп тұрғаныңыздарда ауа райдағы жақшынақай. Жылу, ысық десем деле болады. Bir 20 градусқа чейін көтерілмекші деген маалыматтар бар. Жақтарда. Сілерден бе? Так, Chevrolet Aveo. Россия транзит номерінде. 2007 қимылдатқыштың көлемі 1.2. Есін байланыш номері 706 439 428. Алдың қайнектері электро көтергішті. Корректировка фар бар. Кондиционер жоқ екен, айдоочуда коопсуздук жазығы бар. Подлокотник. Басы қанша oldu? 250 000 сом. Audi 100'dü daha сұрағандар бар. Маалымат қатары көрсетіп қояйын. Bir ғана байланыс номері тұрады. Люк бар екен.
Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, оң руль. $270 000 сом. Коробка механика дейді. Бұл механика екен. Оң руль механика. 507 19 13 87. Оң руль механиканың өтелі серік кездешеді. Так. Кетерелі. О, Матис берді көрсетейін. Матис бір қанша олы отады? 130 000 бе? Қайсы? Ақпы? Мынауы? Болды, көрсетіңіз. Басы қанша олы отады? 150 000 кемі бар дейді. Nexia 1. 4 дөңгелектен қышқы, ұшында қойылған диштерде, дөңгелектерінде протекторлар жақша болды. 2005, қимылдатқышын көлемі 1.6. Қанша екен? 150. Nexia 2 ма? 1. Электропакет, гидравлика бар ма? Гидравлика бар екен. Кондиционер жоқ. Мына ушының менен видеоңызды жиынтықтайбыз. Лайк басалектер, басып қойыңыздар. Видеоның астында болады. Ушындай белги. Жана жазылылектер болса, каналға подписаться басқычын басып жазылыңыздар. Ең алғашқы видеоңыз, ең қызығы бары әлі алдында.